Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен амин қышқылындағы оптикалық изомерияны қарастырамыз. Амин қышқылының ең қарапайым өкілін салатын болсақ, глицинді. Бізде қышқыл қалдығы, амин тобы, сутек және сутек. Бұнда бізде оптикалық изомерияның ережесін еске түсіретін болсақ, бұл хиральды орталық атомның 4 түрлі атом тобымен немесе атомдармен байланысуы нәтижесінде пайда болатын изомерияның түрі. Яғни бұнда 4 түрлі атомдармен немесе атомдар түрімен тобымен байланысатын тек көміртек қана, азотта ондай мүмкіндік жоқ. Енді қарайық, бізде 2 көміртек бар. Бірінші көміртек тек қана 3 түрлі атом тобымен байланысқан. OH, O және мына бөлік. Ал екінші көміртекті алатын болсақ, ол тек қана амин тобы, COH тобы, қышқыл қалдығы және 2 сутек. Яғни бұл 3 қана түрлі атом тобымен байланысқан. Сондықтан бұнда бізде хиральды орталық жоқ. Және бұнда оптикалық изомерия болмайды. Екінші өкілін алатын болсақ, біз амин қышқылының аланин. COH. Естеріңізде болса, барлық бізде амин қышқылдары альфа-амин болып табылады. Яғни екінші көміртек бізде альфа көміртек болып саналады, және барлық амин топтары міндетті түрде осы екінші көміртекпен байланысады. Бір жағы сутек болса, аланинді, екінші жағы бізде CH3, яғни метил тобы. Бұнда қарайтын болсақ, хиральды атом бар ма екен? Әрине, ол мына көміртек бізде хиральды атом болып саналады. Себебі бұл көміртекке сутек, метил тобы, амин тобы және COOH тобы жалғанған. Төртеуі де 4 түрлі. Сондықтан ол хиральды орталық болып табылады, және де осы аланиннің бізде 2 оптикалық изомері болады екен. Оларды біз энантиомер дейміз. Енді оны кеңістікте суретін салатын болсақ, қалайша ол көрінеді? Көміртек, біз амин тобын және COH тобын бір жазықтықта салатын болсақ, сутек бізде кішкене кеңістікте осы жазықтыққа салыстырмалы түрде әрі орналасқан, ал CH3 тобы жазықтыққа салыстырмалы түрде бізде жақынырақ, берірек орналасқан. Яғни мынау бізде осы аланиннің бірінші энантиомері. Бірінші энантиомер. Енді екінші энантиомерін салатын болсақ, NH2, COH. Нәтижесінде метил тобында, яғни ары қарай кетеді, алысырақ болады. Сутек бізге жақынырақ орналасады. Енді осы бұл бізде екінші энантиомер. 2 молекула бір-біріне оптикалық изомер болып табылады. Жалпы бұның химиялық құрылысы бірдей, молекулалық формуласы бірдей, жазықтықтағы құрылымдық формуласы бірдейді, кеңістіктегі формуласы әртүрлі екен. Яғни оптикалық изомерлер бір-бірінің айна көрінісі болып табылады. Яғни біздің 2 алақанымыз сияқты. Яғни алақанымызда да 5 саусақ бар. Олар бас бармақ, басқа да 4 саусақтан, яғни бір-біріне ұқсайды. Алайда бұл бір нәрсе емес. Яғни оң алақан сол алақанға мүлдем ұқсамайды. Неге? Үст-үстіне қоятын болсақ, олар әртүрлі. Яғни осыны да 2 молекуланы біз 2 энантиомерді үст-үстіне қоятын болсақ, ол мына жерде айырмашылығы болады екен. Осылайша бір-біріне оптикалық изомер болып табылады. Оптикалық изомер осы амин қышқылдарында болған себептен оның әрқайсының химиялық қасиеті өзгеше болады. Яғни біреу, мәселен, әртүрлі дәрі-дәрмек жасауда қолданылатын болса, біреуінің пайдасы болуы мүмкін, екіншісінің пайдасы болмайды, немесе кейде зияны да тиеді екен ағзаға. Келесі
бір түрін жазатын болсақ, мысалға серин. Амин қышқылын альфа амины COH. Бір жағы сутек болады, бір жағында CH2OH. Бұл бізде серин. Яғни көрейік, серинда бізде хиральды атом бар мекен. Мында амин тобы, COH тобы, сутек және CH2OH. Мынау бізде көміртек хиральды атом болып саналады, және оның міндетті түрде оптикалық изомері, яғни екінші энантиомері бар. Енді қайдан білеміз біз қанша энантиомері бар екен? Формула бойынша хиральды атом саны 2n. N, мынау хиральды атомның саны, оның 2-нің дәрежесі болып табылады. Сонда бұл бізде изомерлердің саны, x, изомер саны. N бізде хиральды атомның саны. Егерде, мәселен, бір қосылыста 2 хиральды атом болатын болса, мысалға, NH2, CH2, OH, мұнда келесі көміртекті жалғасақ, OH, H, CH3. Бұл қосылыста бізде қанша хиральды атом бар? Қарап көрейік. Көміртек. Мына көміртек тек қана 3 қана түрлі атомдар тобымен байланысқан. Яғни бұл хиральды атом бола алмайды. Екінші көміртек хиральды атом болып саналады. 4 түрлі атом тобымен. Және үшінші көміртекте хиральды атом болып табылады екен. Төртінші көміртек бізде 3 бірдей сутекпен байланысқан. Сондықтан жатпайды. Формула 2n дәрежесін алатын болсақ, 2 хиральды атом бар, 2, 2, 4. Яғни 4 изомері бар. Оптикалық изомері. Осылайша біз бүгін оқушылар оптикалық изомерлердің осы амин қышқылындағы мысалдармен қарастырдық. Бізде адам ағзасында негізі 20 амин қышқылы болады. Олардың көбісінде, яғни хиральды орталық бар. Және ол әртүрлі біздің физиологиялық және ағзамыздағы қасиетке әсер етеді екен. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.